қазақтың жаңа жылы келіп жатыр. Сондықтан да мынау кеше ғана елбасымыз әдемі 10 күнге 10 іс-шара қойып, әр күнді бір керемет тойласақ, кеше ғана көрісі күні өтіп, амал мерекесі өтіп жатыр. Енді бүгін қайырымдылық күн деп жатырмыз, ертең салт дәстүр деп жатырмыз. Міне осындай керемет 10 шақты күнде біз керемет 10 шақты керемет іс-шара өткізеді екенбіз. Енді мынау Қантаға клубында бастамамыз жаман емес. Бүгін мынау ақын композитор апайымыз келіп, бәріміздің басымызды қосып, үлкен қуанышқа бөлеп жатқан жайы бар екен. Келесі мынау керемет жаңа жыл туралы наурыз әнін қабыл алыңыздар. Бұл сөзі мынау Түркістаннан келіп отырған Жібек орнынан бір тұрып қойсам, жақында ғана осы кеші өткен біздің ақын қызымыз Жібек апайларға бір қошемет жасаңыздар. Сөзі Жібек Исқақованікі, әні Шпаргүл Бекшораева анамыздікі. Наурыз әнін қабыл алыңыздар.